Баршаңызға сәлем, мен сүйікті көрермендерім. Бүгін біз дәмі өте керемет болып шығатын асқабақтан орама жасайтын боламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді төмендегі описанияға қалдыратын боламын. Ең алдымен ораманың қамырын жасаймыз. Ол үшін ұнға 1 жұмыртқа және де тұз араласқан суды қосып қамыр илейміз. Суымызды бірден барлығын құюға болмайды, аз-аздан құйып қамыр илейміз. Бір ас қасық сұйық май қосамыз. Осындай тығыз қамыр шығуы қажет. Бетін орап 1 сағатқа демалдырамыз. Қамырымыз демалғанша ораманың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін 2 пиязды осылайша жіңішке етіп тураймыз. Тартылған ет қосамыз. Және асқабақты сыртынан тазалап, осылай жіңішке етіп, 4 бұрыштап тураймыз. Салмамызға асқабақты қосып, оның үстіне татымына қарай тұз, бұрыш және сұйық май қосып араластырамыз. Демалған қамырымызды алып, осылай илеп, 3 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті ұн себе отыра, жұқа етіп жаямыз. Қамырыңыз қатты жұқа болып кетпесін. Жұқа болса, салмаңыз шығып кетуі мүмкін. Жайылған қамырымызға сұйық май қосып, қамырдың барлық жағына жағып шығамыз. Қамырымыздың бетіне салмамызды саламыз. Салманың бетінен кішкене басып, барлығын бір тегіс етіп жасаймыз. Содан соң қамырымызды ораймыз. Әр оралған бөлігіне сұйық май жағуды ұмытпаңыз. Қамырымыз жабыс қалмау үшін мантаварканы майлаймыз. Қамырымызды мантаваркаға жайғастырамыз. Жоғары отта 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын болғанша подливасын дайындаймыз. Ол үшін орташа пиязды жіңішке етіп турап, 1 ас қасық томат пастасы, татымына қарай тұз және де аз көп қосып, қуырып аламыз. Біздің орамамыз дайын болды. Бірнеше бөліктерге бөліп, тарелкаға салып, өз жақындарыңызға ұсыныңыз. Асқабақ және де тартылған ет қосылған орама өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.